Сәлеметсіздер ме, құрметті педагог қауымы? Сіздерді бүгін әдістемелік өнім түрлері мен оларды әзірлеу жолдары атты экспресс курсымыздың екінші вебинарына шақырамыз. Қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін спикер Жақыпова Ақмарал Оралқызы, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, Солтүстік Қазақстан облысы Есіл ауданы Корнеевка гимназиясының қызмет етемін. Педагог шебер, филология ғылымдарының магистрі. Бүгінгі вебинарымызды бастамас бұрын өткендегі осы экспресс курстың бірінші вебинарына қысқаша шолу жасап кетсем деп едім. Өздеріңіз байқағандай, бірінші вебинарымыз орыс тілінде, оны жүргізген Алма Жакимовна Мырзалинова сіздерге осы әдістемелік өнімді жасаудың технологияларының егжей-тегжейлі тоқтап кеткен болатын. Сонда курс соңында өздеріңіз аңғарған шығарсыздар, бұл әдістемелік өнімді мысалы әзірлеу үшін ең алғашқы шарттардың бірі, бұны мен не үшін және қандай себеппен әзірлеймін, кім үшін және қалай жасаймын деген сұраққа тоқталу керек деген еді. Сондықтан мен сіздерге осы бірнеше авторлық өнімнің туындылардың авторы ретінде мынандай кеңес бергім келеді. Бұл авторлық өнімдер, мысалы әдістемелік өнімдер ең алғашқы алдыңғы қатарлы педагог шеберлердің қоғамның, яғни әлеуметтік қоғамның сұранысына сай дайындалатын бұл педагогикалық процесті дамыту, оқыту және тәрбиелеудің тиімді тәсілдерін өзінің әдістемелік өнімі арқылы жүзеге асыратын педагогтың туындысы. Біріншіден айтайық кететінім, авторлық өнімнің түрлері көп. Соның ішінде сіздің авторлық мәнағы өніміңіз соның қай түріне жататынын анықтап алу. Тағы бір айтып кететін, бұл жерде сіздерге мынандай бір ақыл кеңес. Алдымен, мысалы, сіз бұл авторлық бағдарламаны әзірлемес бұрын мынандай бір репрезентативтік деген бір ұғым бар. Яғни бұл сіздің өніміңіз тәжірибеден өткен өзіңіздің мәнағы практикалық жинақталған педагогикалық туындыларыңызды бір оң нәтиже көрсету арқылы тәжірибені сіз таратуыңыз, яғни жалпылауыңыз, бұл сіздің әдістемелік өніміңізді келешекте басқа педагогтарда тиімді пайдалана алуы керек. Және оқу процесі барысында туындаған мәселелерді шешу болып табылады түпкі мақсаты. Сондықтан бірнеше түрлеріне бүгін тоқталамыз. Авторлық өнімнің түрлері: арнайы курстар, соның ішінде тұлға тану, қолданбалы курс, элективті курс, жұмыс дәптері, хрестоматия дейміз, немесе оны оқу кітабы деп атаймыз. Үлестірмелі материалдар, интерактивті электрондық оқулық, оқу әдістемелік кешен. Және тағы бір айтып кететін, бұл жерде пәнаралық курстар да болады. Және бұл авторлық өнімдерді негізі екі бөлікке бөлуге болады, екі түрі. Яғни үлгілік оқу жоспарына кірмейтін курстар болады. Біз оны орысша туп деп айтамыз. Және осы үлгілік оқу жоспарының мазмұнына, яғни базасына сай кіретін курстар болады. Мысалы, осы оқу үлгі жоспарының базасына, мазмұнына кіретін, мысалы, пәнаралық курстарды атап өтетін болсақ, бұл мысалы жаратылыстану, математика бағытындағы нақты пәндер. Мысалы, бұл жерде астрофизика, биохимия, биофизика дейміз, физиканың химиялық элементтері, мысалы, компьютерлік жобалаулар кіреді. Өйткені бұлар нақты сондай ақпарат беретін, білімді тереңдетіп, баланың білімін кеңейтеді. Және оқу үлгілік жоспарының құрамына, мәнағы базасына кірмейтін курстарды болады. Мысалы, бізде қазір мектепте көп ұстаздардан мынандай сауалдар келіп жатады. Өздерінің авторлық мәнағы өнімдерін көрсетіп, ақыл кеңес сұрайды. Осы менің туындым қандай, қайсына жатады, қай категорияға жататын
білмей жүретін ұстаздарға айтатын, бұл оқу жоспарының базасына, мазмұнына кірмейтін, яғни көп кездесетін ол мектептегі дизайн, экология, журналистика, мысалы менеджмент пен маркетинг деген, театр өнері деген бар, әдеби мәтіндерді талдаудың қыр-сыры, немесе екі мәдениеттің сабақтастығы деген, мысалы басқа шет елдермен қарым қатынасқа түсетін серіктестік, сондай туындылар бар. Яғни бұлар осы екінші түріне жатады. Және бұл сіздер авторлық өнімдерді әзірлеу кезінде осы нормативті құжаттарға сүйенесіздер міндетті түрде. Соның ішінде мәна айтып кеткен үлгілік оқу жоспары, стандарт дейміз, әдістемелік нұсқау-хат және білім туралы Қазақстан Республикасының заңына сүйенесіздер. Енді жаңағы оқу әдістемелік өнімдердің түрлеріне кішкене тоқтала кетейік. Көптеген ұстаздардан айттық, сауалдар келіп жатады. Менің қарап шықсаңыз ақыл кеңес, осы менің өнімім қайсы түріне жатады деген секілді. Тұлға танудың қандай ерекшелігі бар екенін, тұлға тану деп өзі айтып тұрғандай, бұл тұлғаны таныту, яғни сондай белгілі тарихи тұлғаны жан-жақты балаға, оқушыға таныту. Ол үшін міндетті түрде оны бұл тұлға тану туралы ақпараттарды, материалдарды жинастырғаннан кейін міндетті түрде біз оны жіктейміз, яғни классификациялаймыз. Мысалы, бірінші сабақта сіздер курсқа кіріспе жасайсыздар. Бұл шағын дәріс түрінде болуы мүмкін. Яғни қысқаша осы курстың шолуын жасап өтесіздер. Осы бір жыл бойы аптасына бір рет сіздер қандай тақырыптарды өтеміз, не туралы, қандай жұмыстар жүргізесіздер. Мысалы, екінші, осы тұлғаның өмірбаяны мен шығармашылығы, бұл тақырыпқа 2 сағат беруге болады. Өйткені әрине шығармашылығы ауқымды болады. Өмірбаяны мен шығармашылығын 2 сағатқа бөлуге болады. Әрине бұл мысалы әдебиет қаламгер, жазушы болса, оның әдеби мұрасын міндетті түрде жіктейміз, классификациялаймыз. Яғни, мысалы, бұл тарихи тұлға, мысалы Қожаберген тану өзінің авторлық бағдарлама негізінде айтып кететін болсақ, бұл тарихи тұлға және жырау. Бұның жіктеу кезінде, классификациялағанда тарихи шығармаларын бір аламыз, бір тарау қылып, және оның тарих тақырыбындағы шығармаларын балаларға оқытамыз. Келесіде оның әскери патриоттық өнегесі, яғни бұл жырау болғаннан кейін, бұл одан қоса ол кісі қолбасшы болған. Яғни ол кезде соғыс кезінде баталиялық көріністерді баяндағандықтан бұның әскери патриоттық өнегесі деп оны бір тарау қылып аламыз. Және ол кісінің өсиет өлеңдері өз алдына бөлек жастарға, жас келіншектерге деген сондай. Және діни өлеңдерін оны бір тарау қылып аламыз. Яғни өйткені онда теологиялық терминдер кездеседі. Өйткені бұл кісі медреседе оқыған, бірнеше тілдерді білетін тұлға болғандықтан, оның шығармаларын діни өлеңдер деп бөлек қарастырамыз. Яғни оның саясаткер, бұл кісі елші, дипломат болғаннан кейін, оның жырау поэтикасындағы саяси тақырып деп оны бір тақырыпқа бөліп аламыз. Келесі, жырау поэтикасында өте топонимикалық, антропологиялық, этнонимикалық атаулар өте көп. Сондықтан бұны жырау поэтикасының, мысалы, ономастикасы деп мен алдым. Өйткені ономастика деген бұл жалпы үлкен сала. Бұнда жалқы атаулар, айтып кеттік, антропология, адамдардың аттары, тегі, ру атаулары, топонимика, жер су аттары, географиялық атаулар деген секілді. Яғни жырау поэтикасындағы ономастика концептісі деп алдық. Келесі, шежірелік шығармалары, яғни ол шежіре түркі танушы деп қарастырып, сол жағынан, яғни тұлғаны танығаннан кейін жан-жақты танимыз. Түркі танушы, бұның шежірелік шығармасы бар, Баба тіл, ата тек деген. Онда ол түркілердің, қазақтардың шығу тарихына тоқталады. Содан кейін оның ғұмырнамалық толғаулары деп үлкен ауқымды
поэмалар мен жырларын қарастырамыз. Келесі мысалы қолданбалы курс. Бұл қолданбалы курс басқа курстардан несімен ерекшеленеді? Біріншіден бұл жаратылыстану математика бағытына негізделген, мана айттық, нақты, яғни орысша айтады ғой, точная наука деп. Бұл әрине міндетті, өйткені бұл үлгілік оқу жоспарының білім мазмұнының базасына енген қолданбалы курс. Бұл міндетті, яғни пәнді тереңдетіп оқыту. Нақты проблеманы шешу, жою, яғни білім беру үрдісінде қандай проблемалар туындады, соны шешудің жолдарын, яғни мына алдыңғы қатарлы шебер педагог, практик педагог дейміз, ол өзінің осындай нақты есептер жинағын, манаға зертханалық жаттығулар, жұмыс дәптерін әзірлеу мүмкін, бұл осы қолданбалы курсқа, және нақты есептерді шығарады. Элективті курс, бұл бейіндік қызығушылық бағыт. Бұрын біз бұны факультативті курс деп айтып жүрдік. 18 жылғы мысалы менің алғашқы әдістемелік өзімнің өнімімнің онда факультатив курс деген, енді қазір біз оны элективті курс деп атаймыз. Бейіндік қызығушылық бағыт, яғни профильдік дейді, яғни кәсіби бағдар беру. Бұл әрине жоғары сыныптарға таңдау курсы, яғни оларға келешекте мектеп қабырғасынан шыққаннан кейін оларға бейіндік бағыт беру, профильдік. Базалық оқу жоспарына сәйкес бұл үлгілік оқу жоспарының мазмұнында қарастырылған, яғни оқушының білімін кеңейту, тереңдету мақсатында әзірленеді. Келесі көп кездесетін әдістемелік өнімдердің бірі бұл жұмыс дәптері. Бұл жұмыс дәптеріне педагогтың айттық қой, репрезентативтік өзінің тәжірибесіндегі қолданып жүрген жылдар бойы жинақтаған практикасы, тәжірибесі жинақталған, соны ол жұмыс дәптері қылып мысалы әзірлеп шығарады. Бұнда зертханалық жұмыстар, жаттығулар, тәжірибелік жаттығулар, яғни дидактикалық тапсырмалар болуы мүмкін, түрлі тапсырмалар, теорияны тәжірибе түрінде бекіту, яғни оқулықтағы мәтінге берілген тапсырмалар ауқымды, бірақ берілген ақпарат өте сондай аз болса, аз көлемде, мұғалім өзі осы жұмыс дәптерінде қосымша ресурстарды қолданып оқушыға ұсына алады. Бұл оқушыға не береді? Өз бетінше оқушының оқу мүмкіндігі пайда болады. Балалар бұл жерде бекіту, дамыту тапсырмаларын орындайды, және педагогтың тарапынан оқушыны оқу әрекетін бағалау мүмкіндіктері бұл жерде мол. Және оқушыға бұл жұмыс дәптерін үй тапсырмаларын, қосымша тапсырмаларды, сараланған тапсырмаларды орындау мүмкіндіктері туады. Енді үлестірмелі материалға тоқталатын болсақ, үлестірмелі материалдарды да оқытушылар осындай бір сауалдар қояды, ақыл кеңес сұрайды. Үлестірмелі материалды қандай түрде осындай әдістемелік өнім ретінде ұсынуға болады, оны қалай жазып шығаруға болады деген секілді осындай сұрақтар көп туындайды. Оны мысалы үлестірмелі материалды енді бұл авторлық туынды болғаннан кейін өзінің перфокарта, семантикалық карта, түрлі дидактикалық жаттығулар, түрлі кесте түрінде берілген, яғни графикалық сызбалар, органайзерлер түрінде әзірленген, немесе үш тілде полиглот деген секілді осындай түрлі тапсырмаларды жиынтығын онда орналастыруға болады. Бұл да үлестірмелі материалдың бір оңтайлы тұсы. Мұнда оқушы теория мен практиканы ұштастырады, сабақтастық жүреді. Тәжірибеде қолданудың жолдарын іздейді. Өйткені сіз берген картаны толтыру, орындау кезінде бала өзі тиімді бір жолдарды іздейді. Бұл жерде білімдерін тексерудің тиімді тәсілі, бұл жерде оңтайлы тәсілдері, мүмкіндіктері туады. Яғни бұл жерде бағалау және құзыреттілігін дамытады оқушының.
бұл жерде манағы үлестірілген материалдың бағалау кезінде өте сондай тиімді, оңтайлы тәсіл деп мен ойлаймын өз тарапымнан. Енді хрестоматия дейміз. Хрестоматия деген әдістемелік өнімді біз басқаша оқу кітабы деп айтамыз. Өйткені бұл негізгі оқулыққа, яғни қосымша ресурс ретінде жүреді. Бұл да негізінен шығарманы үзінділерінен тұрады, яғни мәтіндерден. Нақты пән бойынша оқу мәселесін шешетін оқу кітабы. Әрине бұл аудиториясы мақсатты, бұл бастауыш орта буындарға арналған өте кең тараған әдістемелік өнім. Енді оқу әдістемелік кешеніне хрестоматия бойынша тағы да қосып кететінім, бұны перспективада, яғни келешекте, бұл өте сондай айтады ғой, болашаққа жұмыс істеу керек деп. Өткенде бірінші вебинарда Алма Жакимовна қайталап өтті. Сіздер авторлық әдістемелік өнімді әзірлегенде жас мамандарға деп, 1 жылға, 2 жылға деп сондай әзірлейсіздер. Ол мүлде дұрыс емес. Алма Жакимовнаның айтуынша, мен де ол кісіні қолдаймын. Бұны келешекте, бұны сондай перспективамен басқа педагогтар, сол жас мамандар болсын, қолдану, тәжірибеде оңтайлы осындай мүмкіндіктерді тудыру, қарастыру керек сол жағында. Бірнеше жылдарға, яғни өзекті тақырып болу керек ол үшін. Келесі оқу әдістемелік кешен. Бұл комплекс дейміз, бірнеше, немесе бұны комбинаторлық бұл әдіс. Өйткені біз комбинаторлық дегеніміз бірнеше бөліктерден, манағы педагогикалық тәжірибеде жиналған, сіздің практикаңызда жиналған манағы өнімдеріңізді бөлек-бөлек әрбір саладағы, мысалы сыныптан тыс, пән бойынша, соның бәрін бөліктерді біріктіріп, құрамдас бір жүйеге келтіресіз. Манағы жүйелейсіз. Сонда сізде бір оқу әдістемелік кешен комплекс болып шығады. Яғни бұл нені сіз еске алуыңыз керек, ескеруіңіз керек. Әрине бұл да әлеуметтік сұранысқа ие тәрбиелік оқу іс-шаралары. Бұл жерде тәрбие мен оқу бірге жүреді. Өйткені өздеріңіз білесіздер, оқыту мен тәрбие бұл егіз ұғым. Тәрбие болмаған жерде оқу жүрмейді. Біздің өздеріңіз білесіз, шығыстың екінші Аристотелі аталған Әбу Насыр Әл-Фараби осыдан бірнеше мың жыл бұрын айтқан еді. Тәрбиесіз берген білім ол бос деген. Яғни бұл жерде міндетті түрде тәрбие мен оқытудың біріктіріп, сабақтастырып жүретін іс-шаралар, яғни бұл сыныптан тыс іс-шара болуы мүмкін. Бұл манағы үйірмелер қосымша болуы мүмкін. Және бұл не береді бізге? Баланың жеке бәсін тәрбиелеу, педагогтың жинақталған іс-шараларын жүйелеу, және оқыту, дамытуды үйлестіру. Кәсіби, оқушыға кәсіби бағдар береді, яғни манағы профильдік дедік, бейіндік. Оқу процесінің аспектілерін көрсетеді, яғни оқу процесінің негізгі аспектілері. Бұл жерде үйлестіру, оқушыны ынталандыру, жүйелеу, тәрбиелеу, дамыту, оқыту, ақпараттандыру. Келесі әдістемелік өнімнің түрі бұл интерактивті электрондық оқу курсы. Бұл электрондық оқу курсының тиімділігі оның неде? Бұл ақпараттық бейне, аудио, сурет түрінде беріледі. Біріншіден ақпарат, екінші анимация, графикалық органайзерлер түріндегі ақпараттар. Және бұл кітапқа қарағанда қызметі ауқымды, кең және жан-жақты. Тағы бір бұның бір оңтайлы тұсы оқушының жауапты бірден алу мүмкіндігі. Яғни бұл жерде өзін өзі тексеру, өзін өзі бағалау үдерісі жүреді. Және ақпаратты тасымалдағыш құралда сақтау.
мысалы оқушылар ауыр манағы сөмкелерді тасып жүргеннен көрі осы электрондық оқулықты флеш картада, манағы CD дискте, манағы планшеттарда алып жүру мүмкіндігі. Енді жаңағы атап өткен әдістемелік өнімдерді құрастыру технологияларына тоқталып өтсек. Өткені сіздерге бірінші вебинарда айтылды, Алма Жакимовна өте жақсы айтып өтті, терең ғылыми түрде. Енді мен сіздерге соны Алма Жакимовнаның теориясын практикалық түрде толықтыру сондай мақсатында сіздерге қарапайым тілде айтып өтемін. Әрине, біз біріншіден осы әдістемелік өнімді әзірлеу кезінде нормативті құжаттарға сүйенуіміз керек. Міндетті түрде. Нормативті құжаттар бұл жерде қандай болу керек? Мен айтып кеттім. Үлгілі оқу жоспары дейміз, немесе стандарт дейміз. Әдістемелік нұсқауқат, білім туралы Қазақстан Республикасының заңы. Мысалы, мен өзімнің бір авторлық бағдарламамда 2007 жылғы 27 шілдедегі осы білім туралы заңның 56 бабына сүйеніп жасадым. Яғни бұл жерде вариативті курстарды әзірлеу технологиялар деген сондай соған теорияға сүйене отырып. Екіншіден, педагогикалық практика ғылыми жаңалығы болу керек бұл жерде. Ана айтып кетті ғой, репрезентативтік өзіңіздің жаңалығыңызды енгізесіз. Яғни сіздің дара стиліңіз, қолтаңбаңыз, яғни сізге ғана тән өзіңіздің тәжірибе практикаңыздан алған жасаған жұмысыңыз. Яғни бұл нені білдіреді? Сіз ол авторлық бағдарламаны бір жерден көшіріп алған жоқсыз, бірудікін алып плагиат жасаған жоқсыз, өзіңіздің дара жеке кәсіби біліктілігіңіз бұл жерде. Оқу процесіндегі туындаған проблеманы шешу, жою мақсатында әзірлейсіз. Жайдан жай сіз кез келген тақырыпты алып, сіз оны әзірлемейсіз, әрине өзіңіздің жұмыс процесіндегі педагогикалық манағы тәжірибеңіздегі проблеманы шешудің жолын қарастырасыз. Бұл жерде оқушының жеке қабілетін дамыту, яғни интеллект, коммуникация, қарым-қатынас қатысу, әлеуметтік бейімделу, мен айттық қой, профильдік бейін, яғни кәсіби бағдар беру дедік. Жүйелілік талаптарға сай болуы, яғни жүйеленген, классификацияланған. Мана Қожаберген жырау тұлғатану негізінде сіздерге айтып өтіп кеттім ғой. Жүйеленген болу керек. Өнімнің әрбір тарауы болу керек. Келесі, дидактикалық құралдар, әдіснамалық ұсынымдармен қамтылу керек. Мысалы, сіздің авторлық бағдарламаңызда бірінші бөлімі теориялық бөлім болса, екінші бөлімде сізде практикалық бөлім, қысқа мерзімді жоспарлар, манағы зертханалық. Үшінші бөлімін сіз қосымша ретінде өзіңіздің тағы да манағы әзірлемелеріңіз, дидактикалық тапсырмаларыңыз, зертханалық жаттығуларыңызды үшінші тарауға, бөлімге қосуларыңызға болады. Келесі, психологиялық, педагогикалық негіздерге сүйенеміз. Әрине, баланың жас ерекшелігіне, оның физиологиялық ерекшеліктерін ескереміз. Және осы кезде бізде сараланған дифференциациялық, яғни сараланған деңгейлік тапсырмаларды әзірлеу мүмкіндігі. Ұйымдастыру формаларын анықтау, бұл да міндетті болып саналады. Өткен вебинарда Алма Жакимовна бұл жақсы тоқталып кетті деп ойлаймын. Бірақ ол орыс тілінде болғандықтан мен сіздерге қазақ тілінде тағы айтып өтейін. Ұйымдастыру формаларын анықтау деген, бұл сіздің манағы сабағыңыз қандай түрде өтті. Және сіздің әрбір тараудан кейін қорытынды шығарып отыратын манағы тапсырмаларыңыз, ол жоба болуы мүмкін, ғылыми жоба. Сынақ, яғни тест тапсырмаларын орындау. Міндетті түрде ол тесттардың сізде кілттері болуы керек. Шығармашылық сабақтары, мысалы бұл әдебиет сабағы болса, поэзиялық кеш деп, мысалы поэтикалық сабақ деп алып, балалар өздерінің төл туындыларын
қорғау, экскурсия сабақ, мысалы мұражайға, немесе бұл география, мысалы биология пәндері болса, зертханаларға, табиғат аясына, конференция сабақ, дәріс сабақтар болуы мүмкін, тағы басқа түрлері сіздердің ол шеберліктеріңізге байланысты. Келесі, комбинаторлық әдістерді қолдану, яғни интеграция дедік. Мана айтып кеттім, бұл пәнаралық курстарда өте көп кездеседі. Мысалы, Қожаберген тану курсын мен жазғанда міндетті түрде мен қосымша тарих пәнінің мұғалімімін. Сондықтан мен тарих пен әдебиетті ұштастырып қатар алып жүрдім, өйткені бұл тарихи тұлға. Сондықтан бұл жерде комбинаторлық әдіс, бұл жерде дінтану, тарих, әдебиет, қазақ тілі, яғни интеграция. Келесі, мақсатты аудиторияға бағытталу. Бұл жерде біз міндетті түрде атап көрсетіп өтеміз. Бұл кімге арналған, яғни оқытушыларға, жоғары сынып оқушыларына ма, егер де бұл жұмыс дәптері хрестоматия болса, біз атап өтеміз. Бастауыш сынып мұғалімдеріне бағытталған деп. Келесі, енді бағдарламаның құрылымына тоқталайық, яғни элементтері негізгі. Өткенде бұл бірінші вебинарда айтылып өтті, яғни бастапқы бет, оның ішінде түсіндірме жазба, яғни тағы да бір сіздерге ескертіп кететін жайт, кіріспені жазуда өте көп ескертулер болып жатады, өйткені кіріспені өте аз көлемде жазады. Жарты беттен ғана, бір бетке толар толмас авторлық бағдарламада ол өте көлемі аз, өйткені жарты бетте, бір бетте осындай ауқымды, әдістемелік өнімді бір бетке сыйдыру мүмкін емес. Сондықтан ең аз дегенде 1,5 бет болу керек деген өткенде талап қойылды. Бірінші вебинарда ол туралы айтылып өтілді. Аннотация туралы айтылды. Және курсқа кіріспені айтып кеттім. Мен бұл шолу, сіздің манағы әдістемелік өніміңізге шағын шолу жасап шығасыз. Не туралы, қандай тақырыптар қамтылады, қандай тараулардан тұрады деген секілді. Рецензиялар, екі рецензия, ішкі, сыртқы. Ішкі рецензияны сіздер әдіскерлерден, ауданның, бірлестіктің жетекшісі бере алады дедік. Осы 19 жылы шыққан көп әдістемелік өнімдерде рецензия жазғандардың дені педагог эксперттер болғанын мен байқадым. Ал қазір талап күшейді. Педагог эксперт рецензент бола алмайды. Өткендегі байқауда да байқадым. Көбінің рецензия жазғандардың авторлары педагог эксперттер. Қазіргі талап бойынша педагог зерттеуші, педагог шебер болуы шарт. Және сыртқы рецензияны жазатын тұлға ол осы әдістемелік орталықтың әдіскерлері, Қозыбаев атындағы университеттің оқытушылары және өрлеу біліктілікті арттыру институтының тренерлері бола алады. Және тағы бір рецензия туралы айтып кететін бір жайт, міндетті түрде рецензия беретін адамдар осы авторлық бағдарламаның мазмұнымен толық танысып шығуы шарт. Өйткенде біз қарап отырғанда рецензияның оқып шыққанда адам осы өнім туралы көп мағлұмат ала алады. Не туралы, қандай бағытта, қандай ғылыми жаңалығы бар екен, нені практикалық жағында нені қамтыды екен деген секілді көп мағлұмат алуға болады. Ал бірақ өкінішке орай, енді бізде айтады ғой қазақта, ауруын жасырған өледі деп, көп рецензия жазушылар бұл бағдарламамен, өніммен таныспай, сырттай жазып, немесе өнімнің авторы өзі жазып, жай ғана қолды қойдырып алатыны көрінді. Сондықтан енді келешекте осындай олқылықтар болмау үшін сіздерге осындай құлақ қағыс, мұқият болыңыздар. Енді бағдарламаның мазмұны оқу тақырыптық жоспарлау. Қазір өздеріңіз білесіздер, 36 оқу аптасына жасаймыз.
мысалы кейбір педагогтарда мынандай сауалдар түсіп жатыр. Мен бұны 15-ші жылдан бері 5-6 жыл бойы жинақтағаным еді, міне әзірлеп қойдым. Енді не істеуге болады? Өзгеріссіз қалдырайық па әлде қосуға? Әрине, екі тақырып қосу керек. Бұл жерде міндетті түрде жаңа тақырып емес. Сіздерге бекіту сабақтары, мысалы манағы сынақ, қорытынды сабақтар, шығармашылық сабақ түрінде қосуға болады. Бір сабақты манағы 1 сағат берілген сабақты 2 сағатқа ұлғайтуға да болады. Бұл енді сіздердің өздеріңіздің шеберліктеріңізге байланысты. Теориялық бөлімі міне айттық. Әдістемелік өнімнің бірінші бөлімі, яғни бұл теориялық бөлімі. Теориялық бөлімі неден тұрады? Әрбір тақырыпқа, мысалы, әдістемелік сүйемелдеу, қысқаша анықтама беру керек. Мысалы, Қожабергеннің тарихи шығармалар деп алдық па? Ол тарихи шығармалары қандай шығарма? Неліктен ол шығармалар тарихи деп аталады деген секілді оқушыға ақпарат береміз. Мысалы, неге бұл әскери патриоттық? Өйткені бұл қалай соғысты, майданды жүргізу, жаудан қорғану, яғни әскери баталиялық терминдарды қолданып, қару жарақтардың 5 қарудың атауы аталған, қандай қаруды қалай қолдануға, ер азаматтар қандай қаруды қолданады, және әйелдер, ол кезде әйелдерді өздеріңіз білесіздер, соғысқа қатысқан, осы жерде кәдімгідей әйел адамдарға қандай қаруды қолдану керек, ат үстінде қалай отыру керек деген секілді. Осындай болғандықтан оны біз анықтама береміз, қысқаша сүйемелдеу дейді. Ал енді практикалық бөлімі, бұл өте маңызды бөлімі, бұл манағы сіздің теориялық бөліміңіздің практикада сіз оны қалай қолданыңыз. Қысқа мерзімді жоспарда, мысалы осы тақырыпқа қандай мақсат қойдыңыз, және сіз осы мақсатты алып шығу үшін сіз қандай әдіс тәсілмен стратегияны қолдандыңыз, қандай тапсырмаларды осы тақырыпты ашуға қандай критерийлеріне байланысты қандай тапсырмаларды қолдандыңыз. Және тәжірибелік сабақтар, тағы басқалары болуы мүмкін. Мана айтып кеттік қой, мысалы бұл элективтік курс болса, сіз оған қысқа мерзімді жоспар жасайсыз, ал жұмыс дәптері болса, оған бір зертханалық тапсырма, тәжірибелік сабақтар болуы мүмкін. Енді оның үшінші бөлімі қосымша. Қосымша бұл манағы сіздің дидактикалық материалдарыңыз, ресурстарыңыз, сілтемелер, яғни ғаламтордан алынған сондай аудио, видеолар болса, сіз міндетті түрде, яғни бізде қазір мынандай термин бар ғой, тірі сілтемелер деген. Яғни нақты, дәл фактіні, дәл ақпаратты беретін. Сондықтан оны тірі сілтеме деп айтады. Өйткені бізде қазір ғаламтордан өте ақпараттар өте көп, оның көбі ол шындыққа жанаспайтын. Яғни міндетті түрде манағы тірі сілтеме дегенде атақты сондай педагогика саласының майталмандары, ғалымдардың, сондай адамдардың мәліметтерін алуға тырысу керек. Кез келген ғаламтордағы ақпаратты алып қолдана алмайсыздар. Тағы бір айтып кететін, бұл жерде иллюстрация дейді. Кейбір авторлық бағдарламаларда иллюстрациялар мүлде жоқ. Графикалық органайзерлер, диаграммалар, кестелер жоқ. Тек қана мәтіндер. Қазіргі талап бойынша иллюстрация болу керек, себебі ол не үшін керек? Ол сурет иллюстрация, манағы сіздің мысалы визуалды, оның мәтіндегі алған ақпаратты тереңдетеді. Бала вербалды дейміз, ауызша сөйлеу арқылы, және визуалды түрде ақпаратты аламыз, яғни көзімен көріп, манағы ақпаратқа ода қосымша тереңдетіп түсіну мүмкіндігі пайда болады. Яғни көз алдындағы суретке қарап, бұл мәтіннің, ақпараттың не екені түсінеді. Графикалық органайзерлерде, диаграммалар, түрлі сызбалар, яғни бізде аралас мәтін деген қазір термин бар, ұғым.
яғни мәтіннің ішінде кездесетін кестелер болады, сызбалар. Оны біз аралас мәтін дейміз. Өйткені оның да көмегі көп. Бала нақты өзіне керекті ақпаратты іріктеп соның ішіне орналастырады. Мана айтты ғой, өзін өзі бағалау және бақылау мүмкіндіктері пайда болады деп. Апробациядан өту, яғни тәжірибені жалпылау құжатының болуы деген қазір талап бар. Соңғы шыққан неде сараптамалық кеңестің ережесінде осындай түсінік бар. Апробациядан өту деген, мана мен айтып кеттім ғой сіздерге, репрезентативтік дегенмен бұл сабақтас. Яғни сіз оны өзіңіздің тәжірибеңізде көрсеттіңіз. Мысалы сіз бұны бірнеше жыл бойы, мысалы сіздің сабағыңызда сіз оны сергіту сәттерінде болсын, мәнағы қосымша сабақтарда ресурс ретінде қолданып жүрдіңіз. Бұл есептерді сіз мысалы деңгейлік тапсырма, сараланған тапсырмалар ретінде қолданып жүрсеңіз, яғни бұл сіз апробациядан өтті деп санауыңызға болады. Өткенде осындай сауалдар келді, өте көп. Қалай мен дәлелдеймін дейді. Мен бұны 10-шы жылдан бері қолданып жүрмін дейді. Өзімнің есептерімді, лабораторияға зертханалық есептерді және сабақта қолданамын, сыныптан тыс шараларда үнемі қолданып жүремін дейді. Яғни бұған мектептен, мысалы білім беру мекемесінен, меніңше бұны сіз оқу тәрбие ісі бойынша орынбасар сізге осындай анықтама бере алады деп. Ресімдеу талаптарына сәйкестігі. Ресімдеу деген манағы, оған да тоқталамыз. Бұл вебинардың екінші сериясы, алда әлі де болады. Сондықтан басқа менің әріптестерім бұл талаптарға да кеңінен тоқталады деп ойлаймын. Өйткені бұл осындай уақыт ішінде мұның бәрін әрине айтып кету ол мүмкін емес. Мен сіздерге практикалық түрде қысқаша осындай шолу жасап өттім. Өзінің ресімдеу талаптары бар, оған да кішкене тоқталамыз. Және қазіргі өткенде Алма Жакимовна сіздерге айтып кетті, глоссарий болған дұрыс. Өйткені бұл глоссарий дегеніміз бұл түсіндірме сөздік. Нені түсіндіреді? Салалық терминдер. Мысалы, әр пәннің өзінің, әр саланың өзіне ғана тән терминдер бар. Мысалы, бұл не үшін керек? Айтты ғой, мана пәнаралық курстар қазір өте көп. Мысалы, астрофизика, астрономия мен физика, биохимия, биолог пен химик, биолог пен физиктің физиканы химиялық элементтер дегенді тек қана химияға тән, компьютерлік жобалау болсын, сонда оның өзіне ғана тән. Мысалы, дизайн, экология, журналистиканың әр нәрсенің өзі, саланың өзіне ғана тән терминдер болады. Және диалекті деген бар бізде әдебиетте. Әр жерде, әр өңірде мысалы бір атаудың бірнеше синонимдері қолданады. Сондықтан бұл түбінде сіз бұл осы келешекте авторлық өніміңізді жалпылап тарату кезінде тәжірибені, бұны республиканың түкпір-түкпірінен басқа өңірлердегі педагогтар қолданады. Сол кезде оларға осы глоссарийдің көмегі өте зор болады. Өйткені біздің салалық терминдерді қарап, соған түсінік береміз. Мысалы, тарих пәні болса, трайбализм, 300-ге бөліну, нигилизм деген секілді терминдерді, мысалы, әдебиет пәнінің педагогтары оны түсінбеуі мүмкін. Сондықтан осындай глоссарий болуы шарт. Оқу тақырыптық жоспар, оны қалай құрамыз? Аптасына 2 рет, 36 оқу аптасына құрылады деп жаңа айтып кеттім. Бөлім тақырыптардың тізілімі, жоспарланған сабақтың түрлерін көрсетеміз міндетті түрде. Мысалы, ойын сабақ, конкурс, саяхат, дәріс, конференция, тағы басқалары. Курсқа кіріспей, қысқаша курс туралы баяндап өтеміз. Шағын дәріс түрінде өткізуге болады. Жүйелік талаптарына сәйкестігі, мана айтып кеттік, тарау, бөлім және әр бөлімді қорытындылап отыру. Аралық қорытынды нәтижелерді ұсыну формалары. Мана сынақ, жоба, реферат болуы мүмкін, мақала болуы, ғылыми эссе болуы мүмкін.
және шығармашылық жұмыстары оқушылардың, оны сіздер жинақтап манағы өз тәжірибеңіздің оңтайлы нәтижесін көрсету кезінде сіздер осыны дәйек дәлел ретінде ұсына аласыздар. Ішкі және сыртқы рецензияға өткенде Алма Жакимовна тоқтап өтті. Сіздерге тек қосарым, мысалы, менің авторлық бағдарламама пікір берген тарих Қазақстан мемлекетінің мемлекет тарих институтының директорының орынбасары, тарих ғылымдарының доктор, профессор Бүркіт Аяған. Бірінші рет осы кісіге рецензия жазу үшін әдістемелік өнімді жіберген кезде бұл кісі мұқият танысып оқып шықты да маған мынандай ұсыныстарды берді. Мысалы, сіздің мынау авторлық өніміңіз әдебиеттен көрі тарихқа қарай бейім екен, сізге мынандай өзгерістер, толықтырулар енгізу керек екен деп ұсыныс жазды. Сол Бүркіт Аяғанның манағы ұсыныстарын ескере отырып, мен осы бағдарламаны өзгерттім, қосымшалар мен өзгерістер енгіздім. Енді сіздерге кішкене өзімнің ұлттық педагогика элективтік курсым төңірегінде кішкене тәжірибемен бөлісіп, тапсырмаларды құрастыру технологиясы туралы кішкене айтып кетсем. Бұл жерде міндетті түрде курсыңыздың бағдарламасының сипаттамасын беріңіз. Мысалы, бұл бағыты этнопедагогика. Бұны мен ұлттық педагогика деп алдым, этнопедагогика деп алмау себебі, бұл этно деген, бұл этнос, ру тайпа, яғни бір ғана ұлтқа арналар еді. Яғни тек қазақтарға арналған болып шығар еді. Сондықтан мен бұны ұлттық педагогика дейміз, немесе халықтық педагогика дейді. Оның бұл курстың өзектілігі неде? Яғни қазақстандық патриотизм және мәңгілік ел жалпы ұлттық тұжырымдама идеясын іске асыру. Яғни бұл нормативтік құжаттарға сүйену бұл жерде. Жаңалығы оқыту мен тәрбиелеудің ұлттық жүйесін құру. Мақсаты жаңашыл шығармашыл идеяны қосымша ресурс, құрал ретінде оқу үрдісінде тиімді қолдану. Жаңа айттым ғой, оқытудың ұлттық жүйесін, яғни ұлттық педагогиканы манағы оқу үлгі жоспарының, яғни бағдарламаның мазмұнына енгізу міндеті, яғни ұлттық рухты дамыту, ана тілі мен мәдениетті, өнерді, салт дәстүрді, рухани мұраларды насихаттау, қастерлеу. Аудиториясы мақсатты оқытушылар мен оқушылар, яғни 5-11 сыныптар. Негізгі бұл жерде менің қарастырған ұлттық педагогиканың өзі негізгі 4 ірі бөліктен тұрады. Бұл жерде әрине салт дәстүрлер, шешендік өнер, фольклор, ауыз әдебиеті және ұлттық ойындар. Яғни білім процесіне нені енгізу болады? Міндетті түрде бұны толық ұлттық ойынды емес, оның белгілі бір элементтерін енгізіп қолдануға болады. Және бұл бізге негізгі элементтерін не береді? Ұлттық ойындар, салт дәстүрлер. Яғни қандай нәтиже, күтілетін нәтиже, бала зерек болады. Өйткені бұл жерде ойын деген бұл бәсеке, бұл жарыс. Әрине бала жеңіске ұмтылады. Яғни көшбасшылық, зеректік, ептілік, шешендік, батылдық баланың бойында пайдаланылады. Яғни эстетика, тіл байлығы. Эстетика дегенде бұл жерде сахналық қойылымдар болады бізде. Айтыс өнері, шешендік, сол кезде бала тіл байлығы дамиды. Және эстетика деген бұл жерде мәдениет, тіл мәдениеті, өзін өзі ұстау әдебиеті. Негізгі элементтер бұл жерде ұлттық ойынның элементтері дидактикалық тапсырмаларға енгізілген. Оқу сауаттылығы, яғни мәтін, осы ұлттық педагогика туралы, мысалы киіз үй туралы, мысалы домбыра туралы деген секілді ұлттық тағам, сондай мәтіндермен жұмыс жүргізу. Әрине бұл жерде кластерлер, диаграмма, кестелер. Және қандай стратегияларды қолданамын? Бұл жерде үйлестіру стратегиялары, Блум таксономиясы. Өйткені бұл таксономия деген өздеріңіз білесіздер, рет, тәртіп, яғни бір тәртіппен жүйеленіп тапсырмалар. 6 ойлау деңгейі, яғни бұл жерде оқу сауаттылығының компоненттерін, манағы деңгейлерін қарастырамыз. Пиза контекстінен, яғни негізгі 4 аспектісі іздеу, оны біз қарапайым тілде сканерлеу дейміз, яғни маңызды ақпаратты бала іздегенде бірінші көзімен сканерлеп шығады. Кілт сөздерді табу деген секілді, біріктіру, рефлексия. Бұл жерде терминология,
әрине АКТ сандық технологиялар. Сонымен мінекей бір сіздерге мысал, Блум таксономиясында негізделген тапсырма, мысалы тақырып киіз үй. Бұл жерде ойлау дағдылары, ал мысалы оқу сауаттылығында онда оқу дағдылары, иә, сол мәтіннің төңірегінде. Яғни білу, бұл жерде нақпақ ақпаратты, фактіні білу, жаңғырту, сипаттау, яғни бұл киіз үй көшпелі халықтың баспанасы, оның негізгі детальдары сүйек, ағаш, жүннен тұрады деп, иә, түсіну, бұл жерде болжау, құрылыс бөліктерінің көптеген басқа атаулары бар, диалект. Мысалы, біз есікті, бізде солтүстік өңірде біз есік десек, ал батыс өңірлерінде, оңтүстікте оларда сықырлауық дейді есікті, яғни диалекті бұл жерде. Талдау, яғни анықтау, табу, киіз үй 4 қабатты, 12 қанат, 16 қанатты болады деген секілді. Іс жүзінде практикада қолдану, яғни киіз үйді құру реті, яғни киіз үйдің құру реті бар, заңдылығы бар, яғни ол сықырлауықтан, табалдырықтан басталады деген секілді. Жинақтау, қайта құру, яғни қайта құру әр бөліктерін, бұл жерде мәнағы интеграция, комбинаторлық әдіс көрсетеді. Бұл жерде қазақтың өлшем бірлігі бар, этнопедагогика, сәулет бар, архитектура, технология құру, түркология, әртүрлі, бұны қазақтардан басқа да көшпелі елдер қолданады, әртүрлі айтылады. Және бағалау. Осындай қысқаша сіздерге айтып өттім деп ойлаймын. Егер де сұрақтарыңыз, сауалдарыңыз болса, қоюларыңызға болады. Жеке сіздерге әрқашан қолдау, көмек көрсетуге әзірмін. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше.